Сәлеметсіздер ме сынып оқушылары? Бүгін мен сендерге математиканың 118 сабағындағы 1-ден 7 есептерге дейін түсіндіріп беретін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен сабағымызды бастаймыз. 118 сабақ. Разрядтан 2 рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Қазақстанның көрнекті композиторлары. Бірінші есеп. Дұрыс есептесең, Қазақстанның белгілі композиторларының аттарын білетін боласың. Олар қандай шығармаларымен танымал болғандығын анықта дейді. Яғни Мұқан Төлебаев, Шәмші Қалдаяқов, Ахмет Жұбанов, Евгений Брусиловский. Суреттер берілген. Қасында есептердің жауаптары берілген. Мұқан Төлебаев 4-ті 19-ға көбейтеміз 76, 4-ті 20-ға көбейтеміз 80, 80-нен 4-ті аламыз 76. Яғни Мұқан Төлебаев 76. Шәмші Қалдаяқов 3 көбейту 19, 57, 3-ті 20-ға көбейтеміз 60, 60-тан 3-ті аламыз 57. Шәмші Қалдаяқов 57. Ахмет Жұбанов 4-ті 39-ға көбейтеміз 156, 4-тен 40-ті көбейтеміз 160, 160-тан 4-ті аламыз 156. Евгений Брусиловский 3 көбейтілген 49, 147, 3 көбейтілген 50, 150, 150-ден 147-ні аламыз 3 болады. Яғни Евгений Брусиловский 147-ші суретте. Екінші есеп. Есепте тексеруді орында дейді. Яғни көбейту бөлу берілген. Бұларды баған түрінде есептейміз. Көбейтіндіні бөліндімен тексереміз. 324 көбейтілген 3. Яғни 4-пен 3-ті көбейтеміз 12. 1 ойда. 2-ке 3-ті көбейтеміз 6. Ойдағы 1-ді қосамыз 7. 3-ке 3-ті көбейтеміз 9. Яғни 972. 972-ні 3-ке бөлеміз. 324 шығады. Осылай баған түрінде шығарып, тексеріп шығамыз. Үшінші есеп. Теңдеуді шеш. X қосылған 325 тең 189 көбейтілген 4. X қосу 325 тең 756, яғни 189 мен 4-тің жауабы. X тең 756-дан аламыз 325-ті. Яғни бірінші бағанда қосу болса, минус алумен орындаймыз. X тең 431. 431 қосылған 325 тең 189 көбейтілген 4. Яғни екеуінен де 756 шығады. Екіншісі, 900 алынған X тең 129 көбейтілген 4. 900 алынған X тең 516. Яғни 129 бен 4-тің көбейтіндісінің жауабы. X тең 900 алынған 516, X тең 384. 900 алынған 384 тең 129 көбейтілген 4. 516 тең 516. Төртінші есеп. Өрнектер құрастырып жаз. Олардың мәнін тап. 23 және 77 сандарының қосындысын 3 есе арттыр дейді. Яғни 23-ке 77-ні қосамыз, оны 3-ке көбейтеміз. 23-ке 77-ні қосаң 100, 13-ке көбейтсең 300. 500 және 120 сандарының айырмасынан 25 және 4 сандарының көбейтіндісін азайт дейді. 500-ден 120-ны алсақ 380, 25-ті 4-ке көбейтсек 100. 380-ден 100-ді алсаң 280. Бізі 35 және 3 сандарын көбейтінсе 410-ды қос дейді. 35-ті 3-ке көбейтеміз, оған 410-ды қосамыз. Яғни 105 қосылған 410 тең 515. 996 3 сандарының бөлінісінен 150-ді азайт дейді. Яғни 332-ден аламыз 150-ді тең 182. 126 көбейтілген 2 алынған 65. 126-ны 2-ке көбейтеміз, одан 65-ті аламыз, 187 қалады. Бесінші есеп. Есептерді шығар. Балаларға арналған музыкалық туындылар жинағында 70 шығарма бар. Оның 5-тен бірі қазақстандық авторлардікі. Ал қалғаны әлемдік классика шығармалары. Жинаққа қанша әлемдік классика шығармалары енгізілген дейді.
яғни Қазақстан авторлары белгісіз. 5-тен 1 бөлігі. Әлемдік классика да белгісіз. 70 шығарма, яғни екеуінің қосындысы. Шешуін 70 бөлінген 5 көбейтілген 1. 14 шығарма, яғни қазақстандық авторлардікі. 70-тен 14-ті аламыз, 56 шығарма, яғни әлемдік классика авторларынікі. Жауабы: жинаққа 56 әлемдік классика шығармалары енгізілген дейді. Әрқайсысы 168 теңгеден 4 нота дәптері және бірдей 2 қорап қарындаш сатып алынды. Олардың барлығына 1000 теңге төленді. Bir қорап қарындаш қанша теңге тұрады деді. Яғни нота дәптері 168 теңгеден 4 дана, қарындаш ақша теңгесі белгісіз 2 қорап. Соның барлығы 1000 теңге болды. Яғни бірінші нота дәптерінің бағасын шығарамыз. 168 4-ке көбейтеміз, 678 теңге. Яғни нота дәптерінің бағасы 1000 теңгеден 678 теңгені алып 328 қалады. 328-ді яғни 2 қорапқа бөлеміз, 164 теңге. Яғни 1 қорап қарындаш 164 теңге тұрады екен. 6-шы есеп: сен дүкенге келдің, қандай заттарды және оларды қандай мөлшерде сатып ала аласың? Сұлба бойынша есеп құрастыр дейді. Болғаны 1000 теңге. Нан 150 теңгеден 3 дана, тұз 100 теңгеден 2 дана. Қалғаны қанша теңге дейді. Шешуі: 150-ді 3-ке көбейтеміз, 450 теңге, яғни бұл нанның бағасы. 100-ді 2-ке көбейтеміз, 200 теңге, тұздың бағасы. Енді екеуін қосамыз, 200 қосылған 450 тең 650. Енді 1000 теңгеден алып тастаймыз, 350 теңге қалды, яғни қалғаны 350 теңге қалды. 7-ші есеп: себетте 4 сары және 6 жасыл орам жіп бар. Әжей 5 жіпті алды. Олардың арасында ең болмағанда бір орам жасыл жіп бола ма дейді. Сары 4 жіп, жасыл 6 жіп. Алды 5 жіп, бір орам жасыл жіп. Шешуі: 4-ке 6-ны қосамыз, тең 10. 10-нан 5-ті аламыз, 5 қалады. 6-дан 5-ті аламыз, тең 1. Яғни бір орам жасыл жіп болады. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Қош сау болыңыздар.